Охо, бүгін тым көңілдісің ғой. Табыс жақсы болған ғой деймін сірә. Жігіттер, өткенде ғана алып едіңдер ғой. Өткенде берсең тағы бересің. Мен сендерге әр күн табысымды беретін болсам, жанұямды қалай асыраймын? Онда біздің шаруамыз жоқ. Әр күні өз еркіңмен табысыңнан бізге шотал беріп тұрасың. Көнбесең, өз обалың өзіңе. Қане, сөзді қысқар, бізге атаған шоталыңды шығар. Жоқ, мен олай айта алмаймын. Айтқандарым бола қоймас. Бұл біздің кім екенімізді білмей жүр екен. Бұны жақсылап сындыру керек. Онда жақсылап өңдеуден өткізіңдер. Жарайды, жетер енді, тоқтатыңдар. Солай бауырым, өз еркіңмен шотал беріп тұрмасаң, әр күні көретінің осы. Кеттік жігіттер. Аянжан, тамағыңды ішіп ал, суып қалады. Келе ғой жарым. Қазір, апа. Тағы да ұрып кетті ма? Кафеде ән салуды қойсаш, балам. Мерт қолдан тайынбайды ғой бұзақлар. Бір жерің ауырып қалған жоқ па? Не күндемейсің? Әй, осы жерің әкеңе тартпағанда қайтып еді. Қойыңызшы, апа. Ештеңе де болған жоқ. Босқа уайымдай бермеңші. Фирмалардан тапсырыс алып, компьютерде бағдарлама жасап жатырсың ғой. Содан түсіп жатқан табысқа қанағат жасайық, балам. Тыныш қана үйде отырып, компьютерде жұмысыңды істей бер. Түнде жүруді қоя ғой жарығым. Бәрі де жақсы болады, апа. Аружанның оқуына ақша төлейтін уақыт жақындап қалды. Жинаған ақшамыз оған жетіңкіремейді. Соған жететін ақша табайын, содан кейін кафеге барып тоқтатам.
Алло, Алло, Аян, қайырлы таң. қайырлы таң Сая. Қалың қалай? Жаман емес. Аян, сен бүгін фирманың тапсырысын алып келетін күнің ғой? Келесің бе? Әрине барам. Сен сонда боласың ба? Иә, тезірек кел, мен сені күтемін. Жарайды, қазір барам. Оқасы жоқ Айеке. Аллаға шүкіршілік ет те алға тарта бер. Таңғы шайыңды ішіп алсайшы құлыным. Жұмысың қайда кетеді дейсің? Апа, сіз іше беріңіз. Мен біраз жұмыс істейін, содан кейін ішермін. Мен кеттім, апа. Шайыңды да дұрыстап ішпедің ау жарығым. Жарайды, жолың болсын. Қашан? Солай ма? Кіруге рұқсат па екен? Жарайды, мен өзім хабарын айтам. Кел Аян, қалың қалай? Ассаламалейкум Ғаппар аға. Уағалейкум ассалам. Бағдарламаны алып келдің ба? Иә, алып келдім. Тағы да тапсырмаңыз болса алып кетейін деп едім. Жарайсың Аян, дәл уақытында алып келдің. Мына дискіні ашып көр. Қай жерлерін түзету керектігін бас есепшіден сұрап ал. Қанша күнде бітіруім керек? 3 күн, одан әрі созуға болмайды. Ал мынау еңбегіңнің ақысы. Сау бол. Сау болыңыз. Иә. Сая деген сұлу қыз ау деймін осы? Сәлем, Аян. Қалың қалай? Саған не болған? Бүгін басқаша болып тұрсың ғой. Біздің бірге тұрғанымызды көкем көрмей ақ қойсын деп едім. Саған айтатын сөзім бар. Жүр онда серуендеп қайтайық. Мен қазір шыға алмаймын. Кешке қайсы ресторанда ән саласың? Динарада. Онда кешке сол жерде кездесеміз. Сөзімді сонда айтамын. Ал қазірше сау бол.
Неге кешіктің, тыныштық па? Ерғали қол бұлғап жатыр, сонда барайық. Сәлем, Сая. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Аян, клиенттер сені ән салуыңды сұрап жатыр. Сен ән сал, ал мен Саяның жанында бола тұрайын. Жарайды, айтсам айтайын. Ерғали, мен ұзақ отыра алмаймын, қайтуым керек. Сенен өтініш, Аянға менің асығыс екенімді айтшы. Асықпаңыз Қаншайым, біздің де қайтатын уақытымыз болып қалды. Осы ән айтылсын, содан кейін барлығымыз да қайтамыз. Қане Қаншайым, дастарханнан дәм ауыз тиіп отырыңыз. Жарайды қойдым. Олай болса Аянның әнін мен де тыңдаймын. Сәттерді өткіздім бірге өзіңмен, бақытты кезімді көрушен толық көзімнен, іңкәрлік сезімді естимін нәзік үніңнен, сағыныш сөзіңді. Аян, қалайша сені қиып кетем. Сен жанында болғанда ғана өзімді бақытты сезінем. Жоқ, мен сенен айырылғым келмейді. Айырылмаспын. Ешқашан. Әнің керемет шықты. Клиенттерінде дән риза болып жатыр. Рахмет. Аянға клиенттерінің емес, сенің риза болғаның ұнап тұр ғой. Солай ма, Аян? Сен де айтасың ау қалжыңбас. Несі бар? Мен шынында да өте риза болып отырмын. Риза болғаның рас болса, Аянның бетінен бір сүйші, Сая. Сонда ғана мен сенемін. Қойсайшы енді. Сен де бір қадалған жерінен қаналмай тынбайтын біреу екенсің. Одан да ендігі жоспарымыз айт. Не істейміз? Енді қайтамыз. Сая да асығыспын дейді. Біздің де қайтатын уақытымыз болды. Кеттік. Ерғали, мына дискімен ақша сенде бола тұрсын.
кейін алармын. Себебін сұрамай қой. Жарайды ма? Ал біз кеттік. Көріскенше. Жарайды. Сая, неге бүгін көңілсізсің? Кейін айтамын деген сөзің не сөз еді? Кеше біздің үйге Алматыдан қонақтар келген. Олар жай қонақтар емес екен. Олар кімдер? Неге кепті, Сая? Маған құда түсіп келіпті. Үлкен қызметте істейтін біреудің баласына әкем мені тұрмысқа бермекші. Маған айтпай той болатын күнге дейін өздері келісіп қойыпты. Қонақтар кеткеннен кейін әкем мені шақырып алып, енді мен біреудің қалыңдығы екенімді, бұдан былай сенімен кездесуіме тыйым салатындығын айтты. Солай де. Анаң ше? Ол сені қорғамады ма? Осы сөздерді әкем маған айтқанда, анам жылап отырды. Ол әкеме қарсы сөз айтуға қорқады. Аян, мен сені сүйем. Сенен айырылғым келмейді. Мен де сені сүйемін, жаным. Қорықпа, мен сені ешкімге беріп қоймаймын. Жылама, Сая. Біз өз бақытымыз үшін күресе білуіміз керек. Тойды қашанға белгіледі? 16 қарашаға. Өте жақсы. Оған дейін біраз уақыт бар екен. Сен қорықпа. Бір амалын табамыз. Жарайды ма? Жарайды. Аян, мен үйге қайтайын. Біздің бірге жүргенімізді әкем көрмеу керек. Үйіңе дейін шығарып салайын. Бір өзім жүргенім болмайды ғой. Ештеңе етпейді. Үйімін отыр емес пе? Аян, сенен өтініш. Мені іздеп келіп, көзге түсіп қалып жүрмеш. Жарайды ма? Жарайды. Мен бар кезде еш уайымдамай жүре бер. Ал мен кеттім. Көріскенше. Тыныштық па? Тыныштық. Неге қауырт жүрсіздер? Бастық сен офиске алып кел деп бұйырды. Нақ қазір бармасам болмайды ма? Мен неге іздеп жатыр? Ол жағын барған соң бастықтың өзінен сұрайсың. Ал қазір кеттік. Машинаға отыр. Жарайды. Көке, тыныштық па? Мені мұнда неге алдырдың? Түн ішінде қайдан келе жатырсың? Кіммен кездестің? Арайдың үйіне бардым. Жолдас қызыма баруға да тыйым саласың ба? Ол не дегенің, көке? Жарайды. Аянның телефон номері мен адресін бер. Бізге керек болып жатыр. Ол неге керек болып қалды? Жай әшейін. Мен оған жаңылыс басқа диск беріп қойыппын. Сол дискіні қайтарып алу керек. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы түн. Аян бар ма екен? Әлі келмеді ме? Жақсы, жарайды. Мұна адрес бойынша үйіне барыңдар. Аянның өзін дискімен бірге алып келіңдер. Жарайды. Саяның әкесі білдей бір фирманың бастығы. Бай-баймен құда бағысы келеді. Мені қайтпек. Әкем тірі болғанда басқаша болар ма еді?
бірақ әкем кафедра меңгерушісі болғанымен дүние жинамапты. Апамның денсаулығы да соңғы күндері сыр беріп жүр. бір кезде орыс тоқтапты да аюды атып өлтіріпті. Неге атып өлтірдің деп жүкші айтыпты. Не болды десе, енді үйге шейін алып бару керек болды. Ого. Байқаймын, бүгін әншіміздің көңіл күйі жақсы емес қой. Әлде бізден қорқып келеді. Неге маған жабысып қалдыңдар? Менің сендерге беретін ақшам жоқ. Білдіңдер ма, ақшам жоқ. Ого, кеше жөнді сындыра алмағанға ұқсаймыз. Демек біздің қойған шартымызға көнбеген екенсің ғой. Түкірдім сендердің шарттарыңа. Еркек болсаңдар жекпе-жекке шығыңдар. Жарайды, қалауың болсын. Қане, келе ғой. Мойныңды бұрап жұлып алайын. Қане, бұл жол өңдеуден дұрыстап өткізіңдер. Тезірек қимылдаңдар. Жедет, тоқтатыңдар. Өліп қалмасын. Әншіміз бүгін түк таба алмапты. Міне сондықтан ол көңілсіз келе жатқан екен ғой. Жарайды, кеттік. Иә, Шеф, ол үйіне келмепті. Анасынан басқа ешкім жоқ. сайтан алғыр. Жер жұтып кетті ма оны? Балам-ау, тағы не бүлдірдің? Бір кісі телефондап сені қайта-қайта сұрап жатыр ғой. Түсі суық біреулер де келіп кет. Олар да сені сұрады. Қай кафеде ән салатындығыңды сұрады. Мен білмеймін дедім. Айтып түсіндірші балам, не болып жатыр өзі? Түк түсінсем бұйырмасын. Мен шынымен түкте түсініп тұрған жоқпын, апа. Алло? Алло, бұл Аян ба? Я, мен Аянмын. Бұл мен ғой қаппараған. Аян, мен жаңылтып саған басқа диск беріп жіберіппін. Сол диск есепшілерге өте қажет болып жатыр. Дискіні маған тез жеткізіп бере қой қарағым. Жарайды ма? Жарайды. Тап қазір ме? Иә, қазір. Қай жерге алып барайын? Мен сені Тұран әлем бағыттың алдында күтемін. Қазір барам. Апа, мен қазір келем. Маған жаңылысып басқа диск беріп жіберіпті. Соны алып барып беремін де қайтамын. Бармай-ақ қойшы балам. Жүрегім құрғыр бір түрлі болып тұр. Бағанағы келген балалардың да түстері суық қойды. Уайымдамаңыз, апа, мен қазір келем. Тұран әлем банктың алдына келеді. Қазір барып дискін алыңдар да өзің көзін құртыңдар. Ол компьютерші бала дискін ашып көрген болуы да мүмкін. Ағай, тезірек жүргізіңізші. Жоқ әлде машинаңыздың бар жүрісі осы ма?
Алло, Аян бар ма екен? Мен Саямын ғой. Қашан шығып кетті? Жарайды. Не болды саған, тіпті кинодағыдай қимылдайсың ғой? Аян, маған қазір ғана Сая телефон шал. Сен дискін алып кетуге келдің бе? Иә? Онда тұрған не бар екен? Бар әңгіме дәл сол дискіде болып тұр. Егер сен дискін алып барсаң, олар сені өлтіреді екен. Бос сөз. Кімдер? Неге мені өлтіреді? Ол жағын ашып айтпады. Сені жібермеуді өтінді. Даусы да дірілдеп өзі қорқып тұрған сияқты. Аян, бармай-ақ қой. Мен оған сені жібермеймін деп сөз бердім. Жүк түсінсем бұйырмасын. Жарайды, бармайым. Бірақ үйіме баруға болатын шығар? Үйіңе де бармайсың. Өйткені олар сені іздеп үйіңе барады. Онда апамның жағдайы не болады? Олар сені іздеп жүр ғой. Апаңа не істейді дейсің? Кел мында отырсайшы. Сені кездесуге шақырған кімдер еді? Қандай диск ол? Ғаппар ғой. Қайсы Ғаппар? Саяның әкесі ше. Маған тапсырыс берген болатын. Сол дискін сұрап жатыр. Ерғали, апам телефонды алмай жатыр. Бір жағдай болғанға ұқсайды. Бармасам болмас. Онда сені бір өзің жіберіп қоя алмаймын. Мен де барамын. Дискіні алып жүр. Жарайды. Аян, ана тұрған қара Тойотаны көрдің бе? Сақында қорлық жоқ. Тоқтамай өтіп кетейік. Онда машинаны көрінбейтін жерге қойып, өзіміз жасырынып келеміз. Олар біздің подъезді аңдып отыр екен. Отырса отыра берсін. Өзіміз өрт сөндіргіштердің сатысымен шығып, шатырмен барып кіреміз. Кеттік. Кетсек кеттік. Апа? Апа, қайдасың? Апа? Апа? Сізге не бол? Апа? Апа? Қаш, балам. Олар жаман адамдар. Маған алаңдама. Мен жөнінде
нағашыларыңа телефон шалынбайды. Өзің Шерханға. Апа! Апа! Өзіңді ұста, Аян. Төмендегілер естіп қояды. Бұл жерден тезірек кету керек. Есіңді жи. Аян, кеттік. Қашам деп ойлама, уақтан жүйрік емессің. Тұр орнынан. Оңбаған. Анамның не жазығы бар еді? Неге өлтірдіңдер анамды? Ешкені тауып бер, әйтпесе шешеңнің соңынан жөнелтем. Айт жаныңның барында. Айтпаймын. Өлтірсең өлтіре бер. 3-ке дейін санайын, бер. Енді мұнда бөгелуге болмайды. Аян, кеттік. Маған дискіні бер. Бұл дискіде бір бәле барға ұқсайды. Оны не істейсің? Тезірек кетейік, Аян. Бол, тез бер. Аян, мына қарақшыны іздеп басқалар келіп қалуы мүмкін. Тезірек кетейік. Енді не істейміз? Білмеймін. Менің білетінім олар анамды өлтірді. Енді мені де өлтірмекші. Дискіде не бар екен, Аян? Дискіде наркокурьерлер жайлы мәліметтер жазылыпты. Демек, Қаппардың фирмасы наркобизнеспен шұғылданады екен ғой. Солай ма, Аян? Демек, солай болғаны. Егер бұл дискі полицияның қолына түссе, олардың күні бітті дей бер.
Онда дискіні полицияға тапсырайық. Қарақшылар осы дискіні таппай тынышмайды. Сондықтан тезірек дәл қазір тапсыруымыз керек. Анамды не істеймін? Оны арулап жерлеуім керек қой. Ол жағын біз неге барғаннан кейін ақылдасамыз. Ал қазір полиция бөліміне барайық. Ерғали, сен бұл тірлікке көп араласа берме. Неге араласпаймын? Мен сенің досың емеспін бе? Бұл дискіні сенің білетін жөнде оларға белгілі болса, олар сенің де көзін жоюға әрекет жасайды. Маған жәрдем бергің келсе, олардың көзіне түспей жәрдем бер. Сондықтан полиция бөліміне де өзім кіремін. Сен ренжіме, досым. Жарайды, бірақ сенің жанында боламын. Кешіріңіз, кіруге болады ма екен? Сізде шаруам бар еді. Кел, мұнда отыр. Ал, айта бер, құлағым сенде. Бадам 3 фирмасының бастығы Ғаппар мына дискіні маған жаңылсып беріпті. Ғаппардың фирмасы наркобизнеспен шұғылданады екен. Дискіде наркокурьерлер жайлы мәліметтер жазылыпты. Осы диск үшін олар менің үйіме бастырып кіріп, менің анамды өлтірді. Енді мені де іздеуде. Мен олардан әрең қашып құтылдым. Үйің қай жерде? Таштракт 150, 20-шы пәтер. Жарайсың, нағыз жігіт екенсің. Бұл дискі жөнінде сенен басқа тағым біледі. Ешкім білмейді. Маған алып келіп өте дұрыс жасағансың. Алланың иманы саламат болсын. Біз қазір оқиға болған жерге барамыз. Оларды сөзсіз құрықтаймыз. Өз жазаларын алатынына сене бер. Рахмет сізге. Жақсы. Өзің енді қайда бармақсың? Үйге қайтып баруға болмайды. Осындағы туыстарымның бірінің үйіне баратын шығармын. Иә, солай істегенің дұрыс. Ертең сағат 9-да мен кабинетіме кел. Сау болыңыз. Дискіні маған сен тапсырды. Демек он басқа ешқайда бармайды. Ақымақ, оны неге дереу тұтқындамадың? Енді оны қайдан табамыз? Оны қандай себеппен тұтқындаймын? Өлтіргендер тұтқындауым керек емес пе? Мыйсыз, оңбаған. Анасының өліміне күдікті ретінде ұстауға болар еді ғой. Соған да миың жетпеді ма? Оны тірі жіберуге болмайды. Білдің бе? Бұл телефонда айтылатын әңгіме емес қой. Түкірдім сенің сақтығыңа. Маған оның өлігін алып келмесең, өзің өлесің. Ұқтың ба? Ол ертең маған келуі тиіс. Мен оған солай дегенмін. Анасын жерлеуге барғанда да ретін келтіруге болады ғой. Дискіні маған тез алып кел. Қалғанын сол кезде сөйлесеміз. Сумаджабаев, заброшенный монастырь. Там он будет в безопасности. Прекрасно, прекрасно. Иә, Ерғалим. Все идет согласно плана. Да, мой господин. Скоро джедаи поймут то, что они ведут не только Жақсы. войну с генералом Дуку, но и с кланом Хатов тоже. Ол кім? Сая ғой. Аян, біз барған полиция бастығы сатқан екен. Дискіні Ғаппарға беріп қойыпты. Пока что все тихо, Сара. Они готовятся к новому нападению. Что
ертең анаңды жерлеуге барғаныңда анаңның өліміне күдікті ретінде сені ұстайды екен. Енді полицияға да жақындауға болмайды. Сонда анамды өз қолыммен жерлей алмайтын болғаным ба? Неткен әділетсіздік. Аян, тек жерлеуге барма. Туыстарыңа хабар берейік, солар жерлейді. Сенің барғаның өте қауіпті. Ал жерлеуді ұйымдастыруға мен жәрдем берем. Қаш балам. Олар жаман адамдар. Маған алаңдама. Мен жөнінде нағашыларыңа телефон шалып айт. Өзің Шерханға. Қайран анашым, өзің өліп бара жатсаң да менің қамымды ойлаған екенсің ғой. Болған іске болаттай берік бол досым. Тірі адам тіршілігін жасау керек. Енді анаңды арулап жерлейік. Кімге хабар береміз? Мына телефон бойынша нағашыма хабар бер. Қалғандарына нағашым өзі хабарласа жатар. Мені сұраса, білмейтіндігіңді айтарсың. Өзіңді қинай берме, Аян. Еңсеңді көтер. Өзіңді ойла. Қарындасыңның болашағын ойла. Анаңның жерленгелі 3 күн өтті. Бұлай жата беруге болмайды. Бір әрекетке көшейік. Естимісің, Аян? Астың атастан алатын нан тапшылығы биыл облысымызда орын алмайды деуге толық негіз бар. Қысқаның жаз ойлаған облыс әкімшілігі астық жинау науқанын басталмай жатып. Дұрыс айтасың, Ерғали. Енді қимылдауым керек. Аян, саған бұл қалада қалуға болмайды. Полиция анаңның өліміне күдікті ретінде саған іздеу жариялапты. Иә, досым. Менің қаладан уақытша кетуіме тура келеді екен. Бірақ кейін соғам. Шындықтың бетін ашам. Полицияның бәрі бірдей сатқын емес. Әлгі оңбаған болмаса. Дәл қазір мен оны дәлелдей алмаймын. Сәті келгенде дәлелдейтінім анық. Саған рахмет, досым. Менен жолға жиналайын. Аян, сенің көшеде жүрген өте қауіпті. Баратын жеріңе өзім машинамен апарып саламын. Тек жоқтай көрме. Мен сені бәрібір жалғыз жібермеймін.
Онда бірінші анамның қабіріне барайық. Арманда кеттің ау анашым. Мен сенің алдында айыптымын апа. Перзенттік борышымды да ақтай алмадым. Қабіріңе бір уыс топырақ та тастай алмадым. Кешір мені анашым. Кешір. Анаға қол жұмсаған қаныпезерлерге кешірім жоқ. Олардың жазасын беремін. Солай істемесем, менің жер басып жүруге хақым жоқ, апа. Мен сіздің алдыңызда сөз беремін. Енді қайда барамыз? Таусамалына. Шерхан ағаның үйіне барайық. Ол кім? Оның жәрдемі тие ме? Ол әкемнің ескі досы. Байырғы спецназ офицері. Ауған соғысында Альфа тобында болған. Кейінірек шығыс жекпе-жек бойынша жаттықтырушы болып істеді. Мен іздеп келушілер туыстарыма барады. Ал Шерхан ағаны олар біле бермейді. Дұрыс, онда уақыт жібермей солай қарай жылжиық. Иә, келіңдер жігіттер. Ассаламалейкум, Шерхан аға. Уағалейкум ассалам. Үйге кіріңдер. Танымадыңыз ау деймін, Шерхан аға. Танымаған рас. Дегенмен түн жамылып босқа жүрмеген боларсыңдар. Мен Ильяс досыңыздың баласы Аянмын ғой, Шерхан аға. Аянмын де. Келе ғой жақсының тұяғы. Бір бауырыма басайын. Қандай сымбатты үлкен жігіт болып кеткенсің. Ал мына жігіт менің досым Ерғали. Менің атым Шерхан. Сенімен танысқаныма өте қуаныштым. Қанекей, ішке кірейік, жүріңдер. Қараш Бану. Әкесінен аумайды. Ильястың дәл өзі болды. Қараш. Тфай, өзі әдемі жігіт болды. Ильяс қандай жақсы дәмет. Оған тартса Айнаштың бағы жанғаны ғой. Айнаштың жағдайы қандай? Ол кісі дүниеден өткен. Қалай? Айнаш қайтыс болды ма? Қашан? Неден қайтыс болды? Өзі ауру еді ғой. Сол ауру апамды алып кетті. Оған да біраз уақыт болып қалды. Есім шығып, сіздерді жерлеуге шақыруды да ұмытыппын. Кешіріңіздер. Иман саламат болсын. Аумин. Аружан Алматыда оқып жатыр деп еді. Оның халы қалай? Аружанның жағдайы жақсы. Алматыда оқып жатыр. Аян, жай жүрсің бе? Түрің шаршау ғой. Менен саған қандай көмек керек? Тартынбай айта бер балам. Қолымнан келсе, аянып қалмаймын. Шаршағаным рас, Шерхан аға. Сондықтан біраз қала өмірінен демалып,
сіздің үйіңізде жүріп қайтсам ба деп келдім. Әрине сіз рұқсат берсеңіз. Ол не деген? Қанша жүрем десең де өз еркің. Өз үйіңдей көр. Рахмет Шерхан аға. Айтпақшы, мен дарынға өз өнерімді үйретуде бастағалы жатырмын. Соған жұрттыққа кімді аларымды білмей жүредім. Жігіт деген 8 қырлы, бір сырлы болу керек. Қалай, қосыласың ба? Әрине қосыламын. Ал Аян, мен қайтайын. Аружанды уайымдама. Сен берген ақшаңды ертең жіберемін. Ол аздық етсе өзім ақша жіберіп тұрам. Рахмет досым. Сая мені сұраса, білмейтіндігіңді айтарсың. Жолың болсын. Дарын, мына атты қаңтарып қой. Қайырлы таң Шерхан аға. Қайырлы таң Аян. Қалай, жақсы демалдың ба? Рахмет, жақсы демалдым. Аумин Аллаху Акбар. Ал балалар, тауға кеттік. Дәрісіміз сонда бастаймыз. Айтпақшы, Бану, сабырды шақыр. Аянның құрметіне қой сойыңдар. Тамаққа көршілерді де шақырыңдар. Қалай, ұнады ма? Ұнағанда қандай? Тамаша ғой Шерхан аға, тамаша. Қазақта тау да бар, дала да бар. Осылардың әсерінен олардың тұлғасы таудай биік, пейілі даладай кең, дархан болып қалыптасқан. Сол тауды да даланы да көрмей қалада қамалып жүре беріппін ғой. Бұл айтқаныңыз маған сабақ болды Шерхан аға. Ал енді дәрісімізді бастаймыз. Біраз тынып алайық, көке. Келісіп алайық. Дәріс уақытында мен ешкімге көке де, аға да емеспін. Мен сендер үшін ұстаз, ал сендер маған шәкіртсіңдер. Дәрісті бастар алдында сендерге қояр бірінші шартым. Бір тірлікті бастадың ба, соңына дейін аяқта. Егер аяқтай алмайтын болсаң, бастама. Екінші шартым. Бұл үйренген өнерлеріңді тек жақсылыққа және қорғануға ғана қолданасыңдар.
Иә, Кәбзан. айта бер. Хамунаман бакрам. Өзін маған алып келіңдер. Тыныштық па? Қазір өздерің естисіңдер. Иә. Не болған дұрыстап түсіндір, Гафур. Оқиға қалай болды? Біз шекарадан аман есен өтіп, алаңсыз кетіп бара жатқанбыз. Қазығұрттың төбесіне шыға бергенімізде, жолдың шетінде тұрған КамАЗ кенет орнынан жылдам қозғалған күйі алдымызды бөгеп тоқтады. Біз де тоқтадық. Пистолетті алуға да үлгере алмадық. КамАЗдан бірнеше автоматпен оқ жаудырып, біздің жігіттерді түгел қырып салды. Сен қалай аман қалдың? Мен есімді жиып қарасам, серіктерімнің төртеуі өліп жатыр. КамАЗ кетіп қалған. Ешкім көрінбейді. Өзім иығымнан жараланыппын. Расулға соткамен болған жайды хабарладым. Товарышы. Ол да жоқ. Шабуыл жасағандарды көрдің бе? Жоқ, көре алмадым. Расул, мәйіттерді не істедің? Барлығында жайғастырдым, қожайын. Жақсы, бара беріңдер. Алып кетіңдер. Бұл Ғаппардың ісі. Біздің тасымалдаушыларды Ғаппардан басқа ешкім білмейді. Ол тиісті жазасын алу керек. Оны қашанғы ұйымдастыру керек, қожайын? Бейсенбі күні біз оларға тауар алып барамыз. Сол барғанда ретін тауып, ошағын ойрандап қайтуымыз керек. Кешіріңіз, кіруге болар ма екен? Иә, келіңіздер. Осында біздің қарындасымыз оқитын еді. Соны табуға көмек берсеңіз жақсы болар еді, сұлу қыз. Тоқта. Осы қыз. Кешіріңіз, сіз Аянның қарындасы емессіз бе? Иә, ал сіз кім боласыз? Қорықпаңыз, мен оның жолдасымын. Бәлкім ұмытып қалған боларсыз. Ал менің есімде. Сізді Аянмен бірге талай көргенмін. Мен сізді кездейсоқ көріп қалдым да жолдасымның жағдайын сұрайын деп бұрылдым. Айып көрмеңіз. Оқас жоқ, бірақ мен оны көрмегеніме біраз уақыт болды. Сонда қалай, хабарласпайды да ма? Анам жерленгенде ол болмады. Содан бері оның қайда жүргенін де білмеймін. Кешіріңіз, мен анаңыздың қайтыс болғанын білмеппін. Оқас жоқ, сау болыңыз. Алло, шеф, біз қызға жолықтық. Ол мұнда келмепті. Жарай.
Аян, Иә, сенің сүйген қызың бар ма? бар. Аты кім? Сая. Аты демеген, өзі сұлу шығар. Өзін білмеймін. Бірақ жаны сұлу. Дарын, ұйықтайық, түн жарым болды. Жарайды ма? Жарайды. Скажи Гаппару, что Ахмат пришел. Алло, шеф. Қонақтар келді. Ахматтың өзі келді. Кіргізе бер. Прошу пройти со мной. Шеф ваш ждет. Боря, сен көзге түспей тұрған кезде қасыңа 3 жігітті алып көрші бөлмеге кет. Резервте боласың. Ахмат келіпті. Ол тегін жүріс емес. Сақ болыңдар. Ассаламу алейкум, Гаппар. Валейкум ассалам, Ахмат. Что ж не предупредил о своем приезде? Я бы тебя встретил по-другому. Гаппар, считай, что это обычный обмен товаров. Я еду в Россию по срочным делам. Что ж, заходи. Гостем будешь. Ну, Ахмат, выпьем за то, что твоя поездка в Россию была благополучна. Огонька не найдется? Можешь не сомневаться, Гаппар. Поездка будет благополучной. Ведь для этого я сам выехал. У Ахмада ни разу не было неблагополучной поездки. Стоять! Гаппар, давай деньги, которые ты должен заплатить за товар. Не дури, Гаппар. Мои джигиты только что зарезали всех твоих джигитов. Так что у тебя нету другого выхода. Лучше давай деньги по-хорошему. Эти деньги пусть будут расплатой за товар, который ты отобрал у моих джигитов. А за жизнь, которую ты отобрал у моих джигитов, все вы должны умереть. Теперь ты понял, Гаппар, почему я сам приехал? Не понял. У Казгурского перевала, уничтожив всех моих джигитов, ты забрал товар. Если ты думаешь, что об этом я не знаю, то глубоко ошибаешься, Гаппар. Нет, Ахмат, это не моих рук дело. Это какое-то недоразумение. Никто кроме тебя не знал о моих тропах. Так что не делай из меня дурака. Ахмат, мы с тобой давно знаем друг друга. Если я в таком неправильном духе, твои парни никогда не могли ездить по этой дороге. Я и мои джигиты здесь ни при чем. Может быть... Нет, не я. Подлец, говори правду. Об этом никто не знает, кроме тебя. Ахмат, дай пистолет. Своими руками застрелю подлого предателя. Где товар? Товар у меня. Я сейчас. Быстро я принесу. Только не убивайте меня. Умоляю вас. Қабек өзіңіз айтыңызшы. Қазір алып келем. Тек өлтіре көрмесінші. Сен олардың графигін қайдан білдің? Өткендегі
дискідегі мәліметті көргенде есімде қалған. Сенде сол қарғыс атқыр дискінің көшірмесі бар ма? Жоқ, мен өзіме керексін ғана жаттап алғам. Оңбаған сатқын. Стволы на пол! Тоқта оңбаған. Извини, Гаппар, я был плохого мнения о тебе. Ты и меня пойми. Я потерял 5 лучших своих парней и товара. А я потерял 3. Вы только что убили их. Во всем этом он один виноват. Собака. Он меня предал, подлый шакал. Он үйіндегі товарды алып келіңдер. Ну ладно, Гаппар, такие предатели иногда и у нас бывают. Самое главное — это наша честность друг к другу. Я думаю, возникшее недопонимание между нами нашли свое решение. Надеюсь, наше отношение остается как прежде. Как ты смотришь на это, Гаппар? Я тоже такое же мнение. Я думаю, нам стоит забыть все это и продолжим наши общие дела. Аян, енді спарник екеуміз шығамыз. Аянбай қимылда. Өмірде кімді жек көрсең, сол адаммен жекпе-жекке түсіп жатырмын деп ойла. Жарайды, осымен тоқтатайық. Ал жігіттер, дәрсіміздің негізгі бөлігі осымен аяқталды. Дегенмен, сендер негізгі әдістері толық игердіңдер. Ал қалғанын келесі дәрісте жалғастырамыз. Рахмет сізге, Шерхан аға. Мен сізден көп нәрсе үйрендім. Егер рұқсат етсеңіз, мен үйіме қайтайын. Аружанның да демалысқа келетін уақыты тайып қалды. Ол келгенде үйде болған дұрыс шығар. Қайтсаң жолың болсын, балам. Бірақ қасыңа дарынды ертіп кет. Аружанды осында ертіп келіңдер. Қымыз ішіп біраз демалып қайтсын. Менің саған айтарым, кекшіл болма. Кекшілдік жақсылық алып бармайды, қарағым. Сен жекпе-жектің нағыз жауынгерлік айла тәсілдерін жетік игердің. Өмірдің қиындығын көп көрген ондай адамдар абай болмаса кесіп кететін қынсыз қанжарға тең болады. Үйренген өнеріңді ақыл мен жақсылыққа қолдан, қарағым. Аумин. Аян, анау отырған қызды таныдың ба? Ол кім? Өткенде қамысханадағы қыз ғой. Ол сені ұнатып қалған сияқты. Қараш, саған қарай береді. Дарын жөніңмен отыр. Байқақ болса ұят болады. Охо, анчы кепті. Ол бізден қашып жүр. Енді ешқайда қашпайтындай ет сазайын берейік.
Дарын, сен араласпа. Бұлар мен өзім сөйлесем. Жігіттер, жақсылықпен келісімге келейік. Сендер өз жөндерімен кетіңдер. Мен де өз жөніммен кетейін. Қалай? Келістік пе? Кісі болып кетті ғой өзі. Ал кетпесек не істемекшісің? Керемет қимыл. Бұлар мені әр күні мазалайтын оңбағандар. Кеттік, Дарын. Аян, неге сенің көңіл күйің жоқ? Қашанда түйғы жүресің. Айтшы, қандай ой сені мазалап жүрген? Бәлкім менің жәрдем тиіп қалар. Ол айтқаның рас. Бірақ сен көмектесе алмайсың. Шерханаға өте жақсы адам. Сондықтан оны ренжітпейін деп сені ертіп келдім. Енді сен таңертең ауылға қайтуың керек. Менің мұнда істейтін қауырт жұмыстарым бар. Сол жұмыстарымды бітірсем, Аружанды ертіп өзімде барып қаламын. Сен маған сенбей жатырсың ғой, а? Сенбей жатырсың ғой. Айтпасаң айтпа. Мен айтпасаң да білемін. Ұйықтап жатып, апамды өлтіргенің үшін сенен кек алам Ғаппар деп талай қайлағансың. Мен түк білмейді деп ойлайсың ба? Дарын, менің айқайлағаным жайлы Шерханаға айтып қойған жоқсың ба? Немене мен жас бала деп ойлайсың ба? Аян, мен ешқайда кетпеймін. Дарын, сен нағыз жігітсің. Сені ренжітемін деп ойлаған жоқ едім. Қалғың келсе қала ғой. Тек сенен өтінішім, мен ешқандай сұрақтармен мазаламашы, жарайды ма? Жарайды. Онда жатып демалайық. Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Бұл Ғаппар ма екен? Бұл кім? Мен Аянмын. Аян? Жақсылап тыңда, Ғаппар. Өткендегі дискінің копиясын сақтап қойғанмын. Егер менің шартымды орындамасаң, дискіні тиісті орынға беремін. Маған сене бер. Бұл жолы кімге беретінді анық білемін. Шартыңды айт. $100,000. Мен онша ақшаны қайдан аламын? Өз өміріңді арзанға бағалайды екенсің, Ғаппар. Сен менің өмірдегі ең қымбатты анамды өлтірдің. Рас, сен оның тырнағына да арзымайсың. Бірақ боларыс болды. Енді маған ақша керек. Қысқасы, саудаласып отыруға уақытым жоқ. Менің шартыма көнбесең, өзіңнен көр.
Жарайт, мен кеттім. Тоқта. Жарайды, келісемін. Қай жерде кездесеміз? Қонаев көшесі, Канны дүкенінің алдында кездесеміз. Жалғыз өзің келуің керек. Егер сілімтіктеріңді ертіп келетін болсаң, мені таппайсың. Қашан? Жарты сағаттан кейін сонда боламын. Өңшей нан соғарлар. Бәрі жабылып бір балаға шамасы келмеді. Өзің бар. Бірақ өлтіріп қойма. Маған ол тірідей керек. Иманыңды үйре бер. Өлгісі келген бала молаға қарай жүгіреді деген осы шығар. Қимылдама. Қимылдасаң атамын. Өй, нан соғарлар. Мына баланың қолын арқасына байлаңдар. Жылдам, жылдам. Аян, берілмесең жолдасыңды ат тастаймын. Ғаппар, баланы жібер. Оның жазығы жоқ. Не істесең де маған істе. Дискіні бер. Сонда жандарың аман қалады. Дискі сенімді жерде жасырылған. Бірақ оны саған айтпаймын. Түнекке алып барыңдар. Көздерін байлауды ұмытпаңдар. Демек сөйлемейсің ғой. Онда басқа амалға көшеміз.
егер дисктің қайда екенін айтпасаң, мына күшікті өлтіреміз. Қалай, сөйлейсің ба? Тоқтатыңдар малғындар. Жарайды, дискіні берем. Міне бұл басқа әңгіме. Қане, енді дискінің қайда жасырғаныңды айта қой. Тез айтпасаң, мына бала шыдай алмауы мүмкін. Өзім барам. Әйтпесе сендер таба алмайсыңдар. Жарайды, тоқтатыңдар. Мына қырсықты айтқан жеріне алып барыңдар. Қалай да болса дискін алып келіңдер. Егер де дискін алып келмесеңдер, екеуің де өлесіңдер. Ал сөйле, қайда барамыз? Республика даңғылымен жүре беріңдер. Қай жерден бұрылу керектігін өзім айтамын. Таштракт көшесіне бұрылып, Кристалл дүкенінің алдына тоқтаңдар. Ешқандай фокустың қажеті жоқ. Ескертусіз атамыз. Соны біліп қой. Тоқта, жарық қосқыш қай жерде? Бұл жерде жарық жоқ. Менің соңымнан еріп жүріңдер. Мен мұндамын, бері жүріңдер. Қайда кеттің? Байқа бала. Ойының осылып қалмасын. Мен мұндамын. Ойнама бала, одан да дискін тез алып шық. Дарын қайда? Айт! Жібер, мен білмеймін. Оны басқа жаққа алып кеткен. Маған айтқан емес. Егер айтпасаң, өлім осы жерде қалады. Жарайды, айтамын. Ол Ғаппардың офисінің жертөлесінде. Аян? Не болды, танымай қалдың ба? Қайдан жүрсің? Қалың қалай? Үйіңе кіргізесің ба, жоқ па? Е, кір үйге. Қалайсың, досым? Аян, қашан келдің? Тыныштық па? Неге түн жарымда жүрсің? Бүгін кешке Дарын екеуміз келгеміз. Дарын Ғаппардың қолында қалды. Сендегі дискіге келдім, соны Дарынға айырбастасам ба деймін. Ғаппарға қалай тап болып жүрсіңдер? Ғаппарды есеп айырысу үшін кездесуге мен шақырған болатын. Ғаппар Дарынға пистолет кезеніп, берілуімді талап етті. Амалсыз берілдім. Бірақ ебін тауып, қашып құтылдым. Сен дискіні беріп Дарынды босатқаныңмен Ғаппар сені бәрібір тыныш қоймайды ғой, Аян. Дарынды құтқарсам ары қарай көре жатармын. Сен асықпа. Болар іс болды. Жуынып тамақтанып ал. Содан кейін ақылдасамыз. Тоқта, отыр Аян. Ақылдасайық. Сен бір өзің барғанмен ештеңе де бітіре алмайсың. Мен де барамын. Айтып қояйын.
Олар қаруланған және көп. Сондықтан оларға бару өте қатерлі екенін білгенім жөн. Иә, сезіп тұрмын. Мен танитын таеквондо үйірмесінде мықты 3 жігіт бар. Соларды да қосып алсақ қалай болады? Олар бұндай қатерлі іске бара қояр ма екен? Мен олармен жиі аралас тұрамын. Өте жақсы жігіттер. Баруға тиіс. Қазір мен оларды осында шақырамын. Солар келгеннен кейін қалай әрекет ететімізді жоспарлаймыз. Оңбағандар, мен сендерге сақ болыңдар деп едім ғой. Сендер мұна түрлеріңмен түкті де өтіре алмайсыңдар. Ал ол барлығымыздың түбімізге жетеді. Түсініңдер ме? Түбімізге жетеді. Ол қараңғыда мысықша көреді. Мен білмеймін. Жердің астына кіріп кетсе де тауып келесіңдер. Қазір барып үйін күзетке алыңдар. Егер байқасаңдар телефонға хабар беріңдер. Өздеріңше әрекет жасамаңдар. Түсінікті ме? Түсінікті. Түсіндік. Түсінсеңдер барыңдар тезірек. Ол үйіне соқпауы мүмкін емес. Боря, тұтқында отырған баланың үйі таусамалда екен. Баланың әкесін мен білемін. Ол спецназның байырғы офицері. Байқаймын, бұл екі бала да соның мектебінен өткенге ұқсайды. Қимылдары да соны аңғартады. Сен оның үйіне жігіттерді жібер. Аян көмек сұрап соған бару мүмкін. Қозғалма, кішкене қимыл жасасаң ескертусіз атамын. Бізге Аян керек. Аян қайда? Қандай Аян? Мен ешқандай Аян деген танымаймын. Өтірік айтудың қажеті жоқ. Бізге барлығы белгілі. Балаң дарын біздің қолымызда. Егер Аянды тауып бермесең, балаңды қайтып көрмейсің. Бірге кетіп еді ғой. Олар не өлдіріп қойды? Біздің уақытымыз жоқ, тез тауып бер. Аян қайда? Söyleysin be, elde жәрдем берейін бе? Söyleyeyim. Аян қайда жүр екен? Аман болса болғаны ғой. Неге соңғы күндері түсіме Аян ылғия бір болып көрінеді? Бір ретте телефон шалып хабарласпаған түсініксіз. Жалғызмай, қайда жүр екенсің? Өзіңді көріп, құшақтап тұрып егіліп жыласам, өзіңді де, апамды да сағынғаным басылар ме? Әттең, аяулы ағатайым, мені күтіп алмайтының өкінішті ақ. Кешіріңіз қарындас. Көңіл күйіңіз болмай тұрған сияқты. Бәлкім мен көмегім тиіп қалар. Рахмет, ешқандай көмек керек емес. Туған қаламды сағынғаным шығар. Осында өткен балдәурен балық шағым есіме түсіп. Сіздей ару қыздың жылағанын көріп ауыр тиеді екен. Сондықтан шыдай алмай жаныңызға келіп тұрмын. Оқас жоқ, сіз маған көмектестіңіз. Құрметті жолаушылар, Шымкент станциясына жақындап қалдық. Түсуге дайындалыңыздар. Өмір деген күрес екен ғой. Тек өжеттер ғана өз мақсатына жетеді екен. Кешіріңіз, орынсыз мораль оқып кеткенім үшін. Дегенмен сізге босаңсыз жараспайды екен. Болашақтағы өз бақытыңыз үшін күресе білуіңіз керек. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.
Шеф, Аянның қарындасы үйіне келді. Не істейміз? Өте жақсы. Дыбысын шығармай алып келіңдер. Аянның жалғыз өзінің әрекет жасауына мен келісім бермей отырмын. Сондықтан сендерді жәрдемге шақыруды жөн көрдім. Бұған қалай қарайсыңдар? Біз жәрдем беруге дайынбыз. Бұл тек бір Аянның ғана басындағы іс емес. Естірткі таратушыларға қарсы күресу барлығымыздың борышымыз деп түсінеміз. Біздің қаламызда мұндай келеңсіздіктің болуына жол бермеуіміз керек. Дұрыс па, жігіттер? Дұрыс. Енді бір өзің емессің. Біз 5 адамбыз. Ұрыста тұрыш жоқ. Уақытты босқа жібермейік. Мен Ғаппарға телефон шалып, дискін дарынға айырбастауды талап етейін. Ол мен белгілеген жерге келуі тиіс. Өткен дискі менің қолымда. Алло, бұл Ғаппар ма екен? Иә, иттің баласы. Қай жердесің? Ғаппар, дискіні дарынға айырбастаймын. Мен белгілеген жерге дарынды алып келуім керек. Жаңылсасын, Аян. Енді кездесетін жерді мен белгілеймін. Қарындасың Аружан мен қолымда. Сенбесең сөйлесіп көр. Аян! Аружан, сен бісің? Аян! Қорықпа, мен сені құтқарамын. Естимісің, құтқарамын. Қысқасы бұлай, иттің баласы. Қазір дискіні фосфор заводының ескі қазандығын алып келесің. Қарындасың мен ана күшікті сонда алып барамын. Айтпады деме. Аяғыңды қия бассаң, екеуін сол жерде өлтіремін. Ұқтың ба, иттің баласы? Жарайды. Екеуін алып бармасаң, мен де сенің көзіңе түспеймін. Аружан да соның қолында екен. Фосфор заводының ескі қазандығында кездесетін болдық. Ол Алматыдан қашан келіп, қашан қолға түсіп үлгерді екен? Түсінікті. Мен сенің үйінде отырғанымда, Аружан бүгін таңертең пойыздан түсіп, үйге келген. Менің үйімді аңдып жүрген Ғаппардың адамдары оны ұстап алған. Олар ештеңеден тайынбайды. Тезірек қозғалмасақ, кешігіп қалуымыз мүмкін. Ал Аян, сен осы жерде сәл кідіріс жасап, 10 минуттан кейін машинаңмен асықпай бар. Біз межел жерге дер кезінде жетуге тиіспіз. Дискіні алып келдің ба? Алып келсең көрсет. Аружан мен дарынды көрсет, содан кейін сөйлесемін семен. Ал енді көрсет дискіні. Ғаппар, сен дискіні алысың менің және басқа да куәлердің көзін жоймақшысың. Мен сенің пиғылыңды білемін, бірақ мен ақымақ емеспін. Егер мен аман қайтпайтын болсам, дискінің мазмұны интернетке ілінеді. Сенің сеніп жүрген көкелерің полициядан бұрын келіп сенің көзіңді жоюға әрекет жасайтындығына бәс тігемін. Неге осы күнге дейін интернетке бермедің? Анамды өлтіргенің үшін жазаңды өзім бергім келеді. Иттің баласы, қазір маған дискіні бересің. Жаныңда мен жігіттерім жүреді. Басқа дискілерді маған түгел алып келесің. Оған дейін қарындасың мен ана күшік менде болады. Енді сенің ешқандай фокусың маған өтпейді. Дискіні бер жаныңның барында.
Бұл адамдарға таң қаламын. Рұқсат сұрауды да білмейді. Сізге кім керек? Қаппар қайда кетті, жылдамайды. Менің уақытым жоқ. Айтамын. Фосфор заводының ескі қазандығына кетті. Олар сонда. Алло, Бауыржан, мен Шерханмын ғой. Бауыржан, жігіттерің айт, фосфор заводының ескі қазандығына жедел барсын. Қарулы қақтығыс болуы мүмкін. Кепілдіктегілерге абай болсын. Тоқтатыңдар айтыңызды, атам! Қолға түстіңдер ме? Иттің балдары. Менің жыныма тиіп біттіңдер. Түгел көздеріңді жоямын. Сендер Қаппардың кім екенін білмей жүр екенсіңдер. Кім болсаң да шық бермен. Әйтпесе шетінен атам. Жатыңдар, қозғалмаңдар. Жетер енді, Аян, өлтіріп қоясың. Жіберіңіз Шерхан аға. Ол менің анамды өлтірді. Жіберіңіз, мен оны өлтіремін. Білемін, Аян, мен бәрін де білемін. Қолыңды арамқанға былғама, балам. Жатыңдар. Жедел жәрдем шақырыңдар. Алдындағыларды түгел тұтқынға алыңдар. Аян Асқаров, сіз бе? Иә. Мына дискімді сізге табыс еткенім дұрыс болар. Анаңыздың өліміне қатысты күдікті ретінде сізге іздеу жарияланғандықтан бізбен жүруіңізге тура келеді. Асқаров мырза. Аружан, өзің қалайсың? Азып жүдеп кетіпсің ғой, бауырым-ау. Аружан, қойын жыламаш. Шерхан ағаммен сәлемдесейін. Үлкен кісіні күттіріп қойғанымыз ұят болады. Оқасы жоқ, жыласын, жақсылап жылап алсын. Іштегі мұңды сыртқа шығарғанда ғана адам жеңіл тартады. Ассаламалейкум, Шерхан аға. Уағалейкум ассалам, Аян батыр. Қалың қалай, Аян? Саған Ерғали сәлем айтып жатыр. Ерғалидің жағдайы қандай? Жақсы ма? Біз қазір кіріп шықтық, жағдайы жақсы. Дәрігердің айтуынша ешқандай қауіп жоқ сияқты. Ал жүріңдер, машинаға отырыңдар. 2-3 күннен кейін біздің үйге барыңдар. Аружанның демалысын қызықты етіп бірге өткіземіз. Дарын, мына заттарды орнына қоя берші. Сәлем, сүйіктім Аян. Мен сені сарыла күттім, іздедім, таппадым. Анаңның иманы саламат болсын, қайғыңа ортақпын. Білемін, бұл сөздерді мен саған айтуға хақым жоқ. Әкемнің саған жасаған озбырлықтарын да білемін. Бірақ қолымнан еш нәрсе келмейді. Ол сені тек анаңнан ғана айырған жоқ, сүйгеніңнен де айырды. Қимастықпен қараған тұнық көзің, солғын тартқан мейірімді жылы жүзің, мәңгі кетпес есімнен ана жаным.
Ұлым деген сондағы ақтық сөзің. Кешір мені, анашым, кешір мені. Тым болмаса әруағың естір мені. Алла жазып бақытқа жетсем егер, қарызымды анамның кешіргені. Ақ сүтіңнің қарызын ақтай алмай, бір уыс топырақ та тастай алмай. Анашым, сізден шексіз қарыз болдым, перзенттік борышымды сақтай алмай. Сағынады соңында қалған балаң, сұмдығына тағдырдың қайран қалам. Жалғызыңның қызығын көре алмай, армандаумен кеттің ау қайран анам.